Бірінші тарау. Берлингтон Гарденс, Севил Роудағы нөмірі 7-ші үйді. Бұл әлгі 1814 жылы Шеридан көз жұмған үй ғой. 1878 жылы Эсквайр Филиас Фок мекен етті. Ол өзі жұрт көзіне түспеуге тырысатын, болмыс бітімі бөлекше, Лондондағы реформ клубтың көрнекті мүшесі ретінде танымал кісі болатын. Осылайша Филиас Фок Англияны ділмәрлігімен тәнті еткен шешендердің бірінің орнын басты. Ол туралы көп жайт құпия, тек қана ағылшынның бекзада қауымнан шыққандығы, аса бір дегдар, тәрбиелі, түр тұлғасы келіскен көркем адам екендігі ғана белгілі. Бәз біреулер оны Байронға ұқсайды деп жүрді. Оның өзінде сырт келбеті ғана, өйткені екі аяғы сап-сау. Ал ол Байрон болса, сақал мұртты, жайдары жүзді, қартаймай 1000 жыл өмір сүре алатындай жан еді. Филиас Фоктың ағылшын екені күмәнсіз, алайда Лондонда тумағаны тағы анық. Ол ешқашан қор биржасында, банкте, қаланың бірде-бір кеңсесінде көзге түспеген. Лондонның айлақтары, кеме жөндейтін орындары да Филиас Фокке тиесілі мүліктерді қабылдап көрмеген. Бұл хас мырзаның есімі қандай да бір үкіметтік комитет мүшелерінің тізіміне де енбеген. Сондай-ақ адвокаттар алқасында да, заңгерлер корпорациясында да, Темпл, Линкольн, Грейдің санатында да төбек көрсетпеген. Ол ғұмырында сот атаулыға, тіпті шіркеу сотына да шақырылмаған. Шахматшылар палатасынан да аулақ жүреді. Өнеркәсіп иесі де, саудагер де, көпес де, жер иеленуші де емес. Оның Британ корольдігі қоғамымен, Лондон институтымен, қолданбалы өнер институтымен, Рассел институтымен, Батыс әдебиеті институтымен, заң институтымен, құқық институтымен, керек десеңіз, мәртебелі патшайымның ерекше қамқорлығындағы ғылым және өнер институтымен де еш байланысы жоқтығын. Ол сондай-ақ Англия астанасында кең тараған музыка қоғамынан бастап, негізінен зиянкес жәндіктерді жою үшін құрылған энтомология қоғамымен аяқталатын қаптап жатқан ұйымдардың бәрінен іргесін аулақ ұстады. Филиас Фок тек қана реформ клубтың мүшесі болды. Осынау жұмбағы мол мырзаның беделі зор қауымдастыққа қалайша мүше болғанына таңырқағандарға былайша жауап айтсаң жарасар еді. Ол өзіне ағымдағы шот ашып берген ағайынды Берингердің ұсынысымен сайланған. Мұнымен қоса, төлем түбіртектерінің тұрақты дер уақытында төленуі оның қоғамдағы абыройын айбындандыра түсті. Филиас Фок дәулетті адам ба? Әлбетте, алайда мол байлыққа қалай кенелді? Ең бір сұңғыла деген кісі де бұл сауалға жауап таппай қиналатындықтан, ондай мәліметті Фок мырзаның өзінен басқа ешкім айта алмасы хақ. Ол ысырапшыл емес еді, дегенмен жолынан жығылмайтын, қажетті жерде жомарттық танытудан тосылған емес. Пайдалы іске қаражат керек болғанда жан тәнімен қол ұшын созатын және өзінің есімін үнемі жасырып қалатын. Қысқасы, бұл томаға тұйық жанға баға беру тым қиын. Сөзге сараң, себепсіз тіл қатпайды, неғұрлым үндемеген сайын құпиясы қатпарлана, қоюлана түсетін. Оның ғұмыры бәрінің көз алдында өтіп жатты. Ол бір істі күн сайын математикалық дәлдікпен айна қатесіз қайталайтын. Дегенмен, соны қанағат тұтпай қиялында мынау дүние дүрмектен тысқары басқа бір әлемнен нәр іздейтіндей көрінетін. Ол саяхатқа шықты ма? Әбден мүмкін. Өйткені жер шарының картасын одан артық ешкім білмейтін. Ең бір түкпірдегі мекендер туралы ақпараттарды жаттап алғандай сайрата жөнеледі. Адасып кеткен, із-түзсіз жоғалған саяхатшылар жайлы клубта болып жататын толассыз дауларға бірнеше рет қысқа да нұсқа нақты дәлелдермен нүкте қойғаны бар. Оқиға барысын дәл топшылап, одан әрі қарай қалай өрбитінін
қолмен қойғандай қылып айтып бергенде Филиас Фокке көріпкелділік дарды деген ойға еріксіз беки түсер едіңіз. Мейлі, қиялымен ақ болсын, бұл адам бармаған жер жоқ сияқты. Енді бір қызығы, Филиас Фоктың Лондоннан сыртқа шықпағанына да едәуір жыл. Онымен жақын танысу құрметіне ие болғандар, мырзаны тек үйден клубқа бара жатқанда немесе кері қайтар жолда кездестіретінін және басқа жерде жүрмейтінін айтатын. Филиас Фок уақытын клубта газет оқумен, сосын карта, вист ойнаумен ғана өткізетін. Бұл оның оң жамбасына келетін ойын-тұғын, үндемей отырып ақ үнемі сыпырып алады. Дегенмен ұтқан ақшасын қалтасына басқан емес, негізінен қайырымдылық шараларына жұмсайды. Ол тіпті картада ұтуды да мақсат қылмайды. Ойын оған қып-қызыл сайыс, бәсеке, майдан. Тек бұл күресте артық қимыл жоқ. Орнынан қозғалып та керек емес. Сондықтан да шаршамайсың. Бұл оның болмысына сай келетін еді. Белгілісі, Филиас Фоктың қатын баласы жоқ, сүр бойдақ. Ең құрметті адамдарда да мұндай жағдай болып тұрады. Тіпті туыс-туған, достан да ада. Шындығында бұл өте сирек кездесетін жайт. Севил Роудағы үйінде жалғыз тұрады. Босағасынан бөтен кісіні аттатпайды. Оның тағдыры ешқашан талқылауға түсіп көрмеген. Мырза үйінде жалғыз қызметші ғана ұстады. Таңғы ас пен түскі асын клубтан ғана ішетін, бір ғана залда, бір ғана үстелде отыратын. Серіктестеріне мүлдем дәм ұсынбайтын, карта ойнағанда бөгде адамдарды шақырмайтын. Тура түн ортасында үйіне оралатын. Реформ клуб мүшелерінің ұйықтауына арналған жайлы да жасаулы бөлмелерге ешқашан түнеген емес. 24 сағаттың 10-ында үйінде болғанда уақытын не төсекте, не дәретханада өткізетін. Егер Филиас Фок серуендер болса, үнемі біркелкі, дағдылы қадамдарымен өлшей басып, мозаикалы паркет төселген клубтың қабылдау залын аралайтын. Немесе 20 қызыл порфириондық бағандар тізілген көк шыны күмбезді дөңгелек галереяның бойымен жүретін. Асхана, буфет, азық-түлік пен балық қоймалары. Сүт клубтары оның таңғы және кешкі асын ең нәрлі, ең дәмді тағамдармен қамтамасыз етті. Клуб қызметшілері қара фрак пен киіз табан туфли киген салтанатты жандар үнсіз құрмет көрсете күтіп алып, арнайы фарфор ыдыстармен тамақ беретін. Үстел үстіне саксондық кенеп дастархан жайылып, шерри, портвейн немесе даршын мен қалампыр тұндырылған, кларетке арналған көне заманғы хрусталь ыдыстар қойылатын. Сосын ішімдіктерді бабына келтіре түсетін мұз ұсынылады. Клубтың мақтанышы болған осы мұз қымбат болса да Лондонға тікелей Американың көлдерінен әкелінетін. Егер бұлай өмір сүретін адамды әпенді деп атасақ, онда әпенді дегеннің өзі өте бір жағымды нәрсе екенін мойындамасқа лаж жоқ. Севил Роудағы үй жарық-жұрық еткен салтанатымен емес, жайлылығымен ерекшеленді. Қожайынның бір сарынды дағдысы қызметшінің міндеттемелерін жеңілдетті. Филиас Фок одан тек қана бір-ақ нәрсені өте дәлдікпен ұқыпты болуды талап етті. Тап сол күні 2 қазанда Филиас Фок өзінің қызметшісі Джеймс Форстерге ұрсуға мәжбүр болды. Оның кінәсі қырыну үшін суды қожайынына 86 емес 84 градус Фаренгейтке дейін қайнатып әкелген еді. Енді ол сағат күндізгі 11 мен 11:30 арасына келетін жаңа қызметшіні күтіп отырды. Филиас Фок креслоға нық жайғасты. Бейне сапқа тұрған сарбаздай өкшелерін қоса қойды. Қолын тізесіне салып, бойын түзеп, басын көтерді де тас ошақтың үстіндегі сағат, минут, секунд, апта күндерін, ай мен жылды қатар көрсететін сағаттың тіліне жіті көз салды. Тура 11:30-да Фок мырза күнделікті әдетімен үйден шығып, реформ клубқа баруы керек. Осы минутта Филиас Фок отырған шағын қонақ үйдің есігі тоқылдап, қызметшіліктен босап қалған Джеймс Форстер басын қылтитты. Жаңа қызметші келді, деп хабарлады ол.
30-дар шамасындағы жігіт есіктен иіліп кірді. «Сіздің ныспыңыз Джон, французсыз ғой?» деп сұрады Филиас Фок. «Рұқсат етсеңіз?» деп жауап берді жаңадан келген адам. Жан, яғни Жан паспорту. Баяғыда берілген бұл лақабат менің қандай тығырықтан да жол тауып шығатынымның айқын дәлелі. Мен өзімді шыншыл адаммын деп есептеймін. Отағасы, ақиқатын айтайын, істемеген жұмысым жоқ. Ел адақтап ән де айттым, циркте шабандоз боп ат құлағында ойнадым. Леотардай секіріп, Блонден сынды сын бойымен биледім. Содан соң өз қабілетімді тиімді пайдалану үшін гимнастика мұғалімі және Парижде аға өрт сөндіруші болып істедім. Өз тәжірибемде бірнеше алапат өрттерді бастан өткердім. Енді міне Франциядан кеткеніме бақандай 5 жыл. Үй өмірінің ләззатын сезіну үшін мен Англияда қызметші де болдым. Жұмыссыз қалған кезімде Филиас Фок мырзаны Біріккен Корольдіктегі ең ұқыпты адам деп естідім және үлкен үйдің иесі екенін біліп, мұнда бейбіт өмір сүремін деген үмітпен келдім. Әрі атымның паспорту екенін ұмытқым келеді. «Сіз маған ұнап тұрсыз», деді джентльмен. «Сіз туралы менде жақсы мәліметтер бар. Менің талаптарым сізге белгілі болар?» «Әрине, мырза». «Онда жақсы. Сағатыңыз нешені соғып тұр?» «Сағат 11-ден 22 минут кетті», деді паспорту жилетінің қалтасынан үлкен күміс сағатын шығарып. «Сіздің сағатыңыз қалып қойған», деді Фок мырза. «Кешіріңіз, мырза, бұл әсте мүмкін емес». «4 минут қалып қойған, бірақ ол маңызды емес. Бұл сәйкессіздікті анықтап, көз жеткізсең жетіп жатыр. Міне, осы сәттен, яғни 1872-нің 2 қазаны сәрсенбі таңғы сағат 11-ден 29 минут кеткеннен бастап менің қызметімдесіз». Осылай деген Филиас Фок орнынан тұрып, қалпағын сол қолмен алып, дағдылы қимылмен басына киді де тіс жарып, ештеңе айтпастан бөлмеден шығып кетті. Паспорту сыртқы есіктің тысырлағанын естіді. Сол сәтте жаңа қожайынның табалдырықтан әрі аттағанын көрді. Одан соң екінші рет тап осындай дыбыс естілді. Бұл жолы бұрынғы қызметші Джеймс Форстер кетіп бара жатты. Паспорту Севил Роудағы үйде жалғыз қалды. Екінші тарау. «Шынымды айтайын», деді паспорту сәл таңданған кейіппен. «Тірі кісінің тап менің жаңа қожайыным сияқтысын тек мадам Тюссодан кездестірдім». Оның тірі кісі дегені мадам Тюссоның Лондонда өте танымал балауыз мүсіндері болатын. Тек сөйлей алмайтыны болмаса, оларды кәдімгі адам деп ойлап қаларыңыз кәдік. Әңгіме бірнеше минутқа созылса да, паспорту өзінің болашақ қожайыны Филиас Фокке барынша мұқият зер салды. Жасы 40-тар шамасындағы ұзын бойлы, сақал мұрты өзіне жарасқан, мінсіз тісі маржандай, маңдайына бірде-бір әжім жоқ, дегдар дидары, нұр шашқан, сұрша келген сұлу жүзді жігіт ағасы екен. Сәл ғана артықтау салмағы сырт келбетінің жарасымына көлеңке түсіре алмады. Ол физиономистер қозғалыстағы тыныштық деп жоғары бағалайтын қасиетке ие, артық сөзге жоқ, нағыз істің адамына ұқсайды. Сабырлы, салқын қанды, бір сөзді, нағыз бекзада ағылшынның өзі. Мұндай адамдар Ұлыбританияда көптеп кездеседі, ал Анжелика Кауфман оларды суреттерінде академиялық тұрғыдан алса да барынша керемет сипаттауға тырысқан. Өмірдің қандай жағдайында да мұндай адамдар Лерой немесе Эрншоу хронометрі сияқты дәл жұмыс істейтін, денесінің артық киімі жоқ, мінсіз тіршілік иесі боп қала бермек. Филиас Фок ешқашан асықпайтын, әр қадамын үнемдеп басатын, өмірі уақыттан жаңылмайтын, үнемі математикалық дәлдікпен жүретін адамдардың қатарынан тұғын. Ол ешқашан артық қадам басқан емес, және әрқашан жолдың төтесін таңдайтын. Жан-жағына қарамайтын,
бірде-бір қажетсіз қимыл жасамайтын, оның қобалжығанын, болмаса күйзеліске түскенін жан баласы көрген емес. Ол әлемдегі ең бір асықпайтын әрі өте-мөте ұқыпты адам еді. Мұндай кісілердің оқшау өмір сүріп, былайша айтқанда қоғамнан бойын аулақ салатыны айтпаса да түсінікті. Ол диірменнің тасындай шыр айналған дүниеде еркінен тыс жасалатын қарым-қатынастан адамдардың ұндай үгіліп жатқанын көргесін де оқшау жүретін. Ал Паспарту деген лақап есімін алған жанға келсек, ол қара тырнағына дейін Париждік Англияда 5 жыл қызметші болып істеп, Лондонда жанға жайлы жұмыс іздеп жүрген жігіт болатын. Паспарту тәкаппарсып кеудесін керіп жүретін зымиян, бетсіз бетпақ фронтендер мен маскарилерге мүлдем ұқсамайтын. Ол шыншыл, жарқын жүзді, көнтек ерінді, нәті жуас, жақсыны көрмекке құмар, неге көңілі ауса, соған шын беріле құлайтын, мұқтаж жандардан көмегін аямайтын, досыңның иығынан көргің келетін әдемі дөңгелек басы бар адам болатын. Көздері көкшіл, қызыл шырайлы, бет-әлпеті көз тартарлық, ұзын бойлы, шалқақ кеуде, шымыр келген, жас кезінде үнемі жаттығу жасап дамытқан балқаш денелі, Геркулес тұлғалы, ерен күштің иесі. Көмірдей қара шашы үнемі ұқыпты қайырылып тұрады. Ежелгі антикалық мүсіншілер Минерваның шаш үлгісін жасаудың 18 әдісін білген деседі, ал Паспарту шаш тараудың тек бір ғана тәсілін меңгерген. Тарақты 2-3 рет тигізеді, шаруа тамам. Осынау жігерлі жігіт Филиас Фокпен тіл табыса ала ма, жоқ па, оған күні бұрын болжам айту қиын. Паспарту қожайыны талап еткендей ұқыпты қызметші бола ала ма? Бұл енді тек қана тәжірибе арқылы дәлелденетін нәрсе. Өздеріңіз білетіндей, жастық шағы алашапқын жанталаспен өткен Паспарту енді бейбіт, тыныш өмірді аңсады. Ағылшындық өмір салты, ағылшын мырзаларының байсалды мінезі туралы көп естіп, ақыры Британиядан өз бақытын іздеуге аттанған тын. Әйтсе де, әзірге айы оңынан туа қоймады. Қазірге дейін ондаған орын ауыстырса да, еш қайда орныға алмады. Қожайындарының бәрі тұрақсыз, шетінен шытырман оқиғаға құмар болып кездесті. Әрі қыдырудан қолдары тимейді. Бұл Паспартудың қолайына жақпады. Соңғы қожайыны парламент мүшесі жас лорд Лонгсфери Гаймаркет ұлу залына жиі барып, одан шыққасын түн ортасында полиция қызметкерлерінің иығына асылып оралатын. Паспарту ең алдымен өз қожайынына деген құрметті сақтағысы келді. Сол себепті оған бірнеше ескерту жасады. Алайда қожайыны ондай жанашырлықты жақтырмады. Паспартудың тастап кетуден басқа амалы қалмады. Осы кезде Эсквайр Филиас Фоктың қызметші іздеп жатқанын білді. Бармай тұрып алдымен бұл мырза туралы көп сұрастырды. Өзгермейтін қалыпты өмір салтын ұстанатын, үнемі өз үйім, өлең төсегім деп алыс жолға шықпайтын, үйінен бір күнге де ұзамайтын адам іздеп еді Паспарту. Жоғарыда баяндалғандай, ол осылайша Филиас Фокке тап болып қызметіне қабылданды. Сонымен сағат тілі 11:30-ды көрсетті. Паспарту Севил Роудағы үйде жалғыз қалды. Ол дереу жаңа жұмыс орнын зерттей бастады және бастан аяқ, яғни шатырдан жертөлесіне дейін қарап шықты. Таза, тәртіпті, әр зат өз орнында тұрған пуритандық үй оған әбден ұнады. Бұл үй ұлудың қабығына, алайда ішін көмірсутек газы жылытып, әрі жарық қылып тұрған қабыққа ұқсайды. Паспарту 3-ші қабаттағы өзіне берілген бөлмені оңай тауып алды. Бөлме оның ойындағындай болып шықты. Ол 2-ші және 1-ші қабаттардағы бөлмелермен электрлі қоңыраулармен сөйлейтін түтіктер арқылы байланысқан. Ашық пештің үстінде Филиас Фоктың жатын бөлмесіндегі сағатпен жалғанған электр сағаты тұр. Екі бөлмедегі сағаттардың тілі минут, секундына дейін бірге соғады. Бұл маған ұнайды, сөзсіз ұнайды, деп қайталады Паспарту ішінен. Қызметші бөлмесіндегі сағаттың үстіңгі жағында қабырғаға жапсырылған бір жапырақ қағазды байқады. Бұл оның күнделікті міндеттерінің кестесі екен. Көз жүгіртіп оқып шықты. Филиас Фок
таңғы 8-де оянғаннан бастап үйінен шығып реформ клубқа таңғы асын ішуге кететін сағат 11:30-ға дейінгі уақытша қызметшіден талап етілетін нәрсенің бәрі мұнда егжей-тегжейлі жазылыпты. Шай мен қытырлақ нан, 8-ден 23 минут кеткенде, қырыну үшін су, сағат 9-дан 37 минут кеткенде, 10-ға 20 минут қалғанда шашын тарап сылау, тағы басқа. Содан кейін таңғы 11:30-нан түн ортасына дейінгі ұқыпты мырзаның төсекке жататын уақыты бәрі жоспарланып қойылған. Паспорту осы кестені қуана-қуана қайта оқып шықты да жаттай бастады. Сыпайы серінің гардеробына келетін болсақ, киімдері жақсы таңдалған және тамаша жағдайда сақталған. Шалбарларының қыры пышақтай, фрактар мен бешпенттерінің маусымға байланысты киетін күні көрсетілген, сериялық нөмірі арнайы журналда жазулы. Аяқ киімдері де жалтырап тұр. Бір сөзбен айтқанда, атышулы Шериданның кезіндегі тәртіпсіздіктің ғибадатханасына айналған Севил Роудағы бұл үйдің бүгінде талғамды жиһазбен жабдықталып, іші сырты құлпырып кеткені күмәнсіз. Үйде кітапхана да кітап деген де атымен жоқ, өйткені мистер Фок оны қажет деп таппаған. Реформ клубтың мүшелері үшін 2 кітапхана жұмыс істейді. Олардың бірінде әдеби, екіншісінде заң мен саясатқа арналған кітаптар бар. Филиас Фоктың жатын бөлмесінде сақталған құнды құжат, бұйымдарды өрттен де, ұрылардан да қорғайтын аласа, отқа төзімді шкаф болды. Үйде аңшылық қару-жарақ та, әскери техника да жоқ. Дүние мүлік атаулының бәрі иесінің бейбіт өмір салтын паш еткендей. Жаңа баспанасын бүге-шігесіне дейін қарап шыққан паспорту алақанын ысқылап, күлімсіреп, шаттанған үнмен былай деді. Бұл жерде маған бәрі ұнайды. Нағыз менің іздегенім. Фок мырзамен жақсы тіл табысамыз деп сенем. Қандай адам десеңші? Дәлдіктің шынайы көрінісі. Адам емес, машина. Машинаға қызмет көрсетуге мен қарсы емеспін. 3-ші тарау. Филиас Фок 11:30-да Севил Роудағы өз үйінен шығып, оң аяғымен 575, сол аяғымен 576 рет адымдап реформ клубқа келіп жетті. Пэлмелдегі бұл еңселі ғимараттың құрылысына кемі 3 миллион жұмсалып еді. Филиас Фок бірден асханаға беттеді. Мұндағы 9 терезе түгелімен баққа қарата салынған. Күз түсіп, алтын түске боялған ағаштар өз әсемдігімен көзді баурайды. Ол шанышқы қасығы әзір тұрған әдеттегі орнына барып үстелге жайғасты. Таңғы асқа тіке басар қылып, рейдингпен тұздықталған суға піскен балық, саңырауқұлақпен дәмделген шала қуырылған сиыр етін, рауғаш пен қарлыған қосылған бәліш, сосын бір түйір честер ірімшігін алды. Содан соң реформ клубтың тапсырысымен арнайы әзірленген хош иісті шайдың бірнеше кесесін сімірді. 11-ден 47 кеткенде біздің мырзамыз орнынан көтеріліп, үлкен салон, қымбат жиектемелі суреттер ілінген салтанатты бөлмеге кірді. Үй қызметшісі Таймс газетінің жаңа нөмірін қолына ұстата қойып еді, Филиас Фок беттерін ыждахатпен қиып алды. Асқан ептілікті қажет ететін мұндай іске әбден машықтанғаны байқалады. Газет оқуға Филиас Фок 4:15 қалғанға дейінгі уақытын қиды. Одан әрі қолына стандартты алып, түскі ас дайын болғанша тапжылмады. Британ королінің тұздығы қосылғанын есепке алмасақ, бұл жолғы түскі астың таңғы астан бәлендей айырмасы болған жоқ. Алдыға 20 қалғанда біздің мырзамыз үлкен бөлмеге қайтып оралып, Morning Chronicle'ды оқуға кірісті. Жарты сағаттан кейін реформ клубтың бірнеше мүшесі залға еніп, қызыл жалыны маздаған тасошақтың қасына жақындады. Бұлар Филиас Фоктың өзі сияқты құмар ойынына әбден берілген серіктестері еді. Атап айтсақ, инженер Эндрю Стюарт, банкир Джон Селиван, Сэмюэл Фалентин, сыра қайнатушы Томас Фленаган және Англия банкының әкімшілерінің бірі Гадье Ральф. Бәрі де осы клубтың мүшелері, дәулетті, құрметті адамдар. Тіпті олардың қатарында өндіріс пен қаржы саласындағы ықпалды дөкейлер де аз еместін. Айта отыр, Ральф, ұрлыққа қатысты іс не боп жатыр?
деп сұрады Томас Фленаган. Шамасы банкке қаражатына қош дегеннен басқа жол жоқ сияқты, деп сөзге қосылды Эндрю Стюарт. Ал мен керісінше бүкіл ұры қолға түседі деп үміттенем, деп қарсылық білдірді Готье Ральф. Біз Америка мен Европаның басты портты қалаларына полицияның тіс қаққан агенттерін жібердік. Сондықтан ол мырзаның құтылып кетуі тым қиын ақ. Демек ұрының белгілері анықталғаны ғой, деп қазбалады Эндрю Стюарт. Керек десең, ол ұры емес, деп салмақпен жауап қатты Готье Ральф. Қалайша құны бақандай 55 000 фунт стерлинг банк билетін жымқырып кеткен сабазды ұры емес деймісің? Ұры емес, деп қайталады Готье Ральф. Демек пысықай біреу боп тұр ғой. Morning Chronicle'ға сенсек, ол джентльмен. Мұны айтқан Филиас Фок еді. Маңайында үйіліп жатқан буда газеттерден басын жоғары көтерген ол, өзіне сәлем берген серіктестерімен амандаса бастады. Біріккен корольдіктің күллі газеті жарыса жазған бұл оқиға 3 күн бұрын 29 қыркүйекте болған. Қомақты сома 55 000 фунт стерлинг бір бума банк билеті Англия банкіндегі бас кассирдің кеңсесінен ұрланған еді. Қайтып қана мұндай сорақылыққа жол берілді деп таңғалғандардың сауалына банк басқармасының көмекшісі Готье Ральф. Сол минутта кассир 3 шиллинг және 6 пенс кірісті тізімге алып жатқан, ал бәрін бірдей бақылау мүмкін емес, деумен ғана шектелді. Мәселенің мән-жайы түсінікті болу үшін тарқатып айта кетсек, ағылшын банкі деп аталатын керемет мекеме өз тұтынушыларының қадір-қасиетін барынша қадірлеген сондай, онда күзетші деген атымен жоқ. Тіпті терезені торлауды да қажет деп таппаған. Алтын, күміс банк билеттері қобырап, ашық-шашық жатқандықтан, мұны бірінші кірген кісіге жасалған рақым десе де болғандай. Жалпы тұтынушылардың адалдығына күмәнмен қарау да ыңғайсыз ғой. Ағылшын әдебін дәріптеушілердің бірі бұл жайлы да айтып өтті. Бірде ол банк кеңсесіне салмағы 7-8 фунттай алтын құймасына қызығып кетіп, қолына ұстап салмақтайды. Одан әрі әлгі алтынды қасындағы тұрған адамға ұстата салады. Ол басқасына береді. Сөйтіп қолдан қолға өткен құйма дәліздің қараңғы түкпіріне жылыстап жоқ боп кетеді де жарты сағаттан соң қайтып орнына келеді. Бұл уақытта кассир тіпті басын көтеріп қарамапты да. Алайда 29 қыркүйектегі оқиға сәл басқашалау өрбіген еді. Чек операциялары бөлмесіне ілінген үлкен сағат 5-ті соғып, жұмыс аяқталған шақта банк билеті бумасымен ұшты-күйлі жоқ болады. Ағылшын банкі қызметкерлері бұл 55 000 фунт стерлингті шығындар бағанасына қайтып қосарын білмей басы қатады. Мұның нағыз ұрлық екені айқындалған кезде детективтік бөлімнің ең епті агенттері ішінен іріктелген мамандар ірі порттарға Ливерпуль, Глазго, Гавр, Суэц, Бриндизи, Нью-Йорк және басқа да қалаларға жіберіледі. Егер бәрі сәтті аяқталса, оларға 2000 фунт стерлинг және табылған соманың 5% көлемінде сыйақы берілмек. Полицейлер тергеу амалдарын бастап та кетті. Әлде бір мәліметтің ұшығы шығып қалар деген үмітпен ізгесушілерге келіп кеткен саяхатшыларды жіті қадағалау тапсырылды. Morning Chronicle газетінің пайымдауынша, ұрлық жасаған адамның Англияның бұзақыларына тіпті қатысы жоқ. Тап сол күні 29 қыркүйекте жүріс-тұрысы әсем, құрметке еті үйренгені байқалатын, малынып киінген бір мырзаның әлгі ұрлық болған төлем залының тұсында әдеппен басып жүргенін көптеген адам көрген екен. Тергеу барысында сол джентльменнің белгілері дәл анықталып, мәліметтер бірден Ұлыбритания мен құрлықтың барлық ізгесушілеріне жіберілді. Алыстан ойлайтын кейбір кісілер, оның ішінде Готье Ральф те бар, ұрының тұтылатынына нық сенімді болды. Лондон мен күллі Англия қоғамы бұл оқиғаға назарын тікті. Жер-жерде ол туралы қызу пікірталас жүріп жатты. Астананың полициясы істі сәтті аяқтай ма, жоқ әлде сан соғып қала ма, ол да талқыланбай қалмады. Сондықтан реформ клуб мүшелерінің мұны сөз етуі таңғаларлық жайт емес. Оның үстіне мәжіліс құрылушыларының бірі
банк менеджерінің көмекшісі ғой. Құрметті Готье Ральф іздеу оңды нәтиже береріне еш күмәнданбады, өйткені тағайындалған сыйлық агенттердің құлшынысын арттырып, тапқырлығын оятады деп санайтынын айтты. Әйтсе де, оның әріптесі Эндрю Стюарт оның бұл сөзіне сенбейтінін байқатты. Дау карта үстелінде де өрши түсті. Стюарт Фленаганға, Валентин Филиас Фокке қарама-қарсы жайғасты. Ойын барысында серіктестер тіл қатысқан жоқ, алайда үзіліс кезінде пікірталас қызыл жалындай қайта тұтана жөнелді. «Басымдағы шашымдай көр», деді Эндрю Стюарт. Бұл жолы ұрының айы оңынан туды. Ол ұсталмайды, оған тіпті шәк келтіріп қажет емес. «Жоқ», деп жауап берді Ральф. «Әлемде ол тығылатын тесік қалған жоқ». «Қалайша? Сіздің ойыңызша ол қайда баруы мүмкін?» «Итім білсін», деп үн қатты Эндрю Стюарт. «Қалай десеңіз де, жер шары кең, ұшы-қиыры жоқ. Қайсы бір заманда жердің шетсіз-шексіз болғаны рас», деді Филиас Фок бәсең дауыспен. «Кәнекей кесіңіз», Томас Фленаганға ұсынды. Ойын қайта қызып, дау өрбей түсті. Әсілі оны қайта қоздатқан Эндрю Стюарттың өзі. «Қайсы бір заманда дегенді қалай түсінсек болады?» деп сұрады ол. «Әлде жердің беті тарылып, кішірейіп кетті ме?» «Еш күмәнсіз», деп үн қосты Готье Ральф. «Мен Фок мырзаның жағындамын. Жердің қусырылғаны сондай. Қазір оны 100 жыл бұрынғы кезбен салыстырғанда 10 есе тез уақытта айналып шығуға болады. Бұл іздеу жұмысын тездетеді. Сонымен бірге ұрының қашуына да қолайлы». «Стюарт мырза, жүріс сіздікі», деді Филиас Фок. Алайда секемшіл Стюарт дегбірсізденіп, партия біткесін алдыңғы сөзін қайта көңірсітті. «Мойындау керек, Ральф мырза», деді ол. «Сіз жердің шағындалып кеткенін дәлелдеудің өте қызықты әдісін таңдадыңыз. Енді оны 3 айда аралап шығуға болады. Небәрі 80 күн жетеді», деп нығырлады Филиас Фок. «Мырзалар», деді Джон Сильван, «шынында да 80 күн. Ротал мен Аллахабад арасындағы ұлы үнді темір жолы ашылғаннан бері, міне, Morning Chronicle шығарған есеп. Лондоннан Суэцке, Монсенис және Бриндизи арқылы пойыз және пакетботпен 7 күн. Суэцтен Бомбейге пакетботпен 13 күн. Бомбейден Калькуттаға пойызбен 3 күн. Калькуттадан Гонконгке пакетботпен 13 күн. Гонконгтен Йокогамаға пакетботпен 6 күн. Йокогамадан Сан-Францискоға пакетботпен 22 күн. Сан-Францискодан Нью-Йоркке пойызбен 7 күн. Нью-Йорктен Лондонға пакетбот және пойызбен 9 күн. Бәрін қоссаң 80 күн. «Я, 80 күн», деп дауыстап жіберді Эндрю Стюарт. Абдырағаны сондай, қолындағы көзірін де тастай салды. Бірақ мұнда ауа райының қолайсыздығы, алдыңнан қарсы соғар дауылдар, кемедегі теміржолдағы апаттар, тағы сондай кедергілер есепке алынбаған. «Бәрі егжей-тегжейлі есептелген», деп жауап берді Филиас Фок картасын жүріп жатып. Енді талас ойын үстінде жалғасты. «Тіпті үндістердің немесе үнділердің рельстері бұзып кетуінде ме?» деді Эндрю Стюарт ызалана. «Егер олар пойызды тоқтатып, вагондарды тонап, жолаушылардың бас терісін сыпырып бастаса ше?» «Ол да ескерілген», деп қайталады Филиас Фок. Сосын картаны столға лақтырып тастады. «Екі үлкен козыр». Кезегі келген Эндрю Стюарт карта таратып жатып былай деді. «Теория жүзінде сіздікі жөн, Фок мырза, алайда тәжірибе жүзінде де солай, Стюарт мырза. Сөзіңізді қалай іске асырғаныңызды көргім келеді». «Ол енді сізге де байланысты. Бірге аттаналық. Жаратқаным өзің жар бол», деп ышқынды Стюарт. «Әйтсе де, мен 4000 фунт стерлингке бас тігем. Қазіргі жағдайда мұндай саяхат жасау мүмкін емес». «Керісінше әбден мүмкін», деді Фок мырза.
Олай болса іске асыр. Жер бетін 80 күнде шарлап шығуды ма? Иә. Қуана. Қашан? Неғұрлым тезірек. Бұл миға қонбайды, деді Эндрю Стюарт серіктерінің қыңырлығына кейіп. Одан да ойынымызды жалғастырайық. Онда қайтадан тарат, деп ескертті Филиас Фок. Сіз қате жібердіңіз. Эндрю Стюарт ашуын басалмаған күйі картаны араластыра бастады да кенет үстелге атып ұрды. Дегенің болсын, Фок мырза, тіктім 4000 фунтты. Қымбатты Стюарт, деді Валентин. Сабырға келіңіз, мұныңыз әдептілікке жатпайды. Зығырданым қайнаған кезде не істесем де өзім білем, деді Эндрю Стюарт. Жобаға келе жатыр, деді Фок мырза. Содан кейін серіктестеріне бұрылып. Ағайынды Берингердің банкінде менің 20 000 фунт стерлингім бар. Осы соманың бәрін тіктім. Тәуекел. 20 000 фунт? Деп есі шыға таңғалды Джон Селиван. Әлде қалай кешігіп қалсаңыз, 20 000 фунтыңыз желге ұшады ғой. Әлде қалай кешігу деген мүлдем болмайды, деп байсалды жауап берді Филиас Фок. Фок мырза, қалай алғанда да 80 күн дегеніңіз өте аз мерзім. Тиімді пайдалансаң, ең аз мерзімнің өзі жеткілікті. Дегенмен кешікпес үшін сіз пойыздан қайыққа, қайықтан пойызға математикалық дәлдікпен секіріп мініп отыруыңызға тура келеді. Мен бәрін математикалық дәлдікпен істеймін. Бұл енді жай қалжың. Нағыз ағылшын мұндай маңызды істе қылжақтамайды, деді Филиас Фок. Мен жер шарын 80 күннен, яғни 1920 сағаттан немесе 115 200 минуттан аспайтын уақытта айналып өтем. Бәске 20 000 фунт тіктім. Қалай? Дайынсыздар ма? Келістік, деді Стюарт, Валентин, Селиван, Фленаган, Ральф өзара кеңесіп алып. Олай болса жақсы, деді Фок. Доврға баратын пойыз 8:45-те жүреді. Мен тап сол пойызбен аттанам. Бүгін кешке ме? Деп анықтап сұрады Стюарт. Иә, бүгін кешке, деді Филиас Фок. Сонымен, деп қосты ол, қалта күнтізбесіне көз жүгіртіп. Бүгін сәрсенбі, қазанның 2-ші күні. Мен Лондонға, реформ клубтың дәл осы бөлмесіне сенбіде, желтоқсанның 21-інде кешкі сағат 45-те оралуым керек. Олай болмаған күнде, қазір ағайынды Берингердің банкінде менің есеп шотымда жатқан 20 000 фунт стерлинг сіздердікі болады. Бұл әділ де заңды. Мырзалар, мінекей, сол соманың чегі. Бәс тігудің хаттамасы тап сол жерде жасалып, оған 6 бірдей мүдделі тарап қол қойды. Филиас Фок ұстамды, сабырлы қалпынан өзгерген жоқ. Әрине, оның ақша ату үшін бәстеспегені белгілі. Тәуекелге тіккен 20 000 фунт стерлинг өзінің байлығының жартысы, ал қалған бөлігін іске асуы қиын ниетін ойдағыдай аяқтау үшін жұмсауға тура келетінін ол алдын ала білгенді. Ал қарсыластары болса, қаржының көлеміне емес, тек осындай шартқа бәстесудің өзі ыңғайсыз емес пе деп әрі-сәрі күй кешті. Сағат 7-ні соқты. Серіктері Фок мырзаға ойынды доғарып, саяхатқа әзірлік жасамайсыз ба дегендей емеурін танытты. Мен әрқашан дайынмын, деді джентльмен немқұрайды үнмен карта таратуын жалғастырып. Көзір қиық, деді сосын. Сіз жүресіз, Стюарт мырза. 4-ші тарау. Картадан қолы шығып, 20 шақты алтын ақша ұтып алған Филиас Фок 7-ден 25 кеткенде қадірменді серіктестермен қоштасып, реформ клубтан үйіне қарай беттеді. 19:55-те табалдырығының алдына келіп ішке кірді. Күн тәртібін бұзу Фок мырза үшін күнә жасаумен бірдей екенін ұғып үлгерген паспорту оның дағдысынан жаңылып беймезгіл шақта келгеніне таңғала қарады. Әдеттегі кестеге сай қожайын Севил Роудағы үйіне түн ортасында қайтуға тиіс еді.
Филиас Фок бөлмесіне еніп кетті де іле «Паспарту!» деп дауыстады. Паспарту жауап қатқан жоқ. Бұл сәтте оның қолы тимей жатқан еді. «Паспарту!» деп қайталады Фок мырза ақырын ғана. Паспарту кіріп келді. «Мен сені екінші рет шақырып отырмын», деп ескертті Фок мырза. «Әйткенмен әлі түн ортасы болған жоқ қой», деді Паспарту сағатты нұсқап. «Оны білемін», деді Фок мырза. «Мен сені жазғырып тұрғам жоқ. 10 минуттан кейін біз Дуврге, Калеге жолға шығамыз». Француздың жалпақ беті быж-тыж болып тыжырынып кетті. Шамасы қағыс естіп қалған жоқпын ба деп тұрған сыңайлы. «Сіз кеткелі жатырсыз ба?» деп сұрады ол. «Иә», деді Фок мырза. «Біз бүкіл әлемге саяхатқа шығамыз». Көзі атыздай болған Паспарту қасын керіп қолын жайды. Таңғалғаны сондай, есі кіреслі шығасылы күйде тұрып қалды. «Бүкіл әлемге саяхат?» деп құмыға күбірледі ол. 80 күннің ішінде, сол үшін бізге 1 минутта жоғалтуға болмайды, деп түсіндірді Фок мырза. «Ал жол жүгін қайтеміз?» деп сұрады Паспарту жан-жағына алақтай қарап. «Жүктің еш қажеті жоқ. Жол сандыққа тек 2 жүн күрте, 3 бар шұлық салсаңыз жетеді. Өзіңізге де сонша алыңыз. Қалғанын жолда сатып аламыз. Менің су өткізбейтін плашым мен жол көрпемді ұмытпа. Аяқ киімің мықты болсын. Дегенмен біз мүлдем жаяу жүрмеуіміз де мүмкін. Бар, іске кіріс». «Ал керек болса сайтан алғыр. Мен жанға жайлы өмір іздеп едім ғой», деп күңіренді ол. Сосын сарт-сұрт қимылдап жолға дайындала бастады. Әлемді 80 күнде шарлап шығу, бұл өзі есінен ауысқан біреуге тап болған жоқ па? Олай деуге келмейтін сияқты. Бәлкім қалжыңы шығар, жарайды, бұлар Дуврге барды делік. Дувр не, Кале не, бәрібір ғой. Былай қарасаң, осынау адал жанды өкпелету де орынсыз. Өзінің де туған жеріне аяқ баспағанына 5 жыл болыпты. Бәлки Парижге де соғатын шығар. Астананы көру деген зор қуаныш қой. Әрине, қадірменді мырзаның оған ат басын тірейтіні сөзсіз. Жә, солай-ақ болсын. Ол үйінен алыс кетеді, тоқтаусыз жол жүреді. Қайтесің, мына мырза үй иесі сондай кісі енді. Сағат 8-де Паспарту шағын жол сандыққа өзі мен Фок мырзаның жабдықтарын салды. Сосын әлде абдыраған қалпы бөлмесінен шығып есікті мұқият кілттеп Фок мырзаға келді. Фок мырза да сақадай сай тұрды. Қолтығында жолды пайдалануға алған әйгілі жиһанкез Брэдшоудың теміржол мен кемедегі саяхатқа арналған анықтамасы. Бұл Паспартудың қолынан жол сандықты алып, ашты да бүкіл елдің айналымында жүретін шытырлаған банкноттардың көлемділеу бір болмасын салды. «Сіз ештеңені ұмытқан жоқпысыз?» деп сұрады ол. «Ештеңені, мырза. Менің плашым, жол көрпемді ше?» «Олар міне». «Тамаша, жол сандықты көтер». Фок мырза сандықшаны Паспартуға ұстатты. «Көзіңнің қарашығындай сақта», деп қосып қойды. «Онда 20 000 фунт жатыр». Жол сандық Паспартудың қолынан түсіп кете жаздады. 20 000 фунттың біразы алтын тиындардан тұрғандықтан, шынында да айтарлықтай салмақты еді. Үй иесі мен қызметші сыртқа шығып, есіктің кілтін 2 бұрап жапты. Көлік тұрағы Севил Роудың етегінде еді. Филиас Фок пен қызметшісі ат жеккен күймеге мініп, көзді ашып жұмғанша оңтүстік-шығыс теміржолы желісі басталатын Чаринг-Кросс вокзалына жетіп барды. 8-ден 20 кеткенде күйме вокзал қақпасына кеп тоқтады. Паспарту жерге қарғып түсті. Қожайыны көшірге ақысын төлеп, қызметшісінің соңынан ерді. Осы минутта қолында баласы бар, иығына жыртық шәлі жамылған, қауырсыны сынған, мыж-мыж қалпақ киген, жалаң аяқ бір міскін әйел Фок мырзаға жақындап қайыр сұрады. Фок мырза мана картадан ұтып алған 20 гинейді қалтасынан шығарды да әйелге беріп тұрып былай деді. «Ала ғой, аяулым, сені жолықтырғаныма қуаныштымын». Одан әрі жүре берді. Паспарту оның жанары жасаурап кеткенін сезді. Жаңа қожайынның мұнысы жүрегін жібітіп жіберді.
Фок мырза қызметшісімен бірге вокзалдың үлкен залына кіріп паспортуға Парижге дейін 1 класты 2 билет алуды бұйырды. Айналасын шолып қарап еді, реформ клубтағы 5 әріптесін көрді. «Мырзалар, мен аттанып барам», деді ол. «Мен қайтып оралған шақта осы мақсатта алған мына төлқұжатыма басылған түрлі визалар қай жерлерде болғанымды анықтауға көмектеседі». «Бұл не дегеніңіз, Фок мырза?» деді Готье Ральф сыпайы түрде. «Мұныңыз тым артық. Сіздің сөзіңізді жұтпайтын ер азамат екеніңізге кәміл сенеміз». «Дегенмен осылай болғаны абзал», деп ескертті Фок мырза. Эндрю Стюарт: «Сіз қайтып келу жайлы ұмытпаған шығарсыз», дей беріп еді Фок мырза. 80 күннен кейін, деп сөзін бөліп жіберді. 1872 жылдың 21 желтоқсанында сенбі күні кешкі 8:45-те. Көріскенше, бекзадалар. Сағат 8-де Филиас Фок пен қызметшісі купедегі орнына жайғасты. 8:45 кеткенде пойыз ысқырып қалып, орнынан ақырын ғана қозғала жөнелді. Мақпал қара түн. Ұсақ жаңбыр бүркіп тұр. Диванның арқалығына сүйенген Филиас Фок тырс етіп дыбыс шығармай үнсіз отыр. Әлі әрі-сәрі күйде тұрған паспорту ақша салынған жолсандықты жалма-жан қасына тақап қойды. Пойыз Сайденхемнің тұсынан өте бергенде паспорту орнынан шаян шаққандай атып тұрып, шошына айғай салды. «Сізге не болды?» деді Фок мырза барлай қарап. «Мәселе мынада ғой, не ғой, асығып толқып жүргенде тарс есімнен шығарыппын». «Нақтырақ айтқанда нені?» «Бөлмемдегі газды сөндіруді ұмыттым». «Жарайды, жарқыным», деді Фок мырза сұлық қана. «Жанған газдың ақысын өзіңіз төлеуге тура келеді». 5-ші тарау. Филиас Фок Лондоннан аттанған шақта сапарының соншалықты үлкен дабыраға айналатынын білмеген еді. Бұл бәстесу туралы жаңалық алдымен реформ клуб арқылы тарап, құрметті корпорацияның мүшелері арасында кәдімгідей толқу тудырды. Осынау дабыраны тілшілер қауымы іліп әкетіп, газеттер әуелі Лондонға, одан әрі бүкіл Ұлыбританияға жайып берді. Әлемді шарлап шығу сапары жер-жерден қызу талқыға түсіп, түрлі пікірге тамызық болды. Өрттей қаулап, құмарлықпен түсіндіріліп, тіпті қоғамда жаңа бір Алабама ісі деңгейіне жетті. Қайсы бірі Филиас Фокты қолдады. Дегенмен, оған қарсы болғандардың қарасы қалың, үлес салмағы анағұрлым басым еді. Қазіргі заманға көліктердің күшімен соншалықты қысқа мерзімде жер шарын айналып шығу мүмкін емес. Бәлкім қиялмен олай етуге болатын шығар, ал іс жүзінде бұл мәнсіз, бұлжырақ барып тұрған ақмақтық, десті олар. Таймс, Стандарт, Инвестор, Morning Chronicle газеттерінен бөлек тағы ірі-ірі 20 басылым Фок мырзаға қарсы шықты. Тек қана Daily Telegraph белгілі бір деңгейге дейін қолдаған лепес білдірді. Бәрі де бірінің аузына бірі түкіріп қойғандай, Филиас Фокты миы ауысқан есуас санап, сондай кеңкелеспен бәстескен реформ клубтың мүшелерін де сынға алды. Бұл тақырыпта баспасөзде өте өткір, қисынды мақалалар өрттей қаулады. Географияға қатысты дүниенің бәрі Англияда қызығушылық тудыратыны бесенеден белгілі. Сол себепті бүкіл таптың өкілі Филиас Фоктың сапары жайлы жазған газеттерді шұқшия оқыды. Алғашқы күндері Illustrated London News реформ клубтың мұрағатында сақталған фотосын көшіріп жариялағаннан кейін бірнеше батыл ойлы жандар, әсіресе әйелдер, оның жағына шыға бастады. Кейбір мырзалар да қостап, «Ал неге солай болмасқа? Өмірде одан да өткен нәрселер жүзеге асу мүмкін ғой», десті. Бұлар негізінен Daily Telegraph басылымының оқырмандары еді. Көп уақыт өтпей бұл газеттің де сөз ауаны өзгере бастағаны байқалды. 7 қазанда корольдіктің географиялық қоғамының жаңалықтарында көлемді мақала жарық көрді. Онда мәселе жан-жақты зерделеніп, бұл жобаның миға қонымсыз екендігі соқырға таяқ ұстатқандай етіп дәлелденді.
Арақашықтығы аса үлкен емес Европада бәлкім пойыздардың келу-кету уақытын дәл есептеуге болар-ақ, бірақ мұндай ауқымды сапарда жүру кестесін сол қалыпта сақтау, Үндістанды 3 күнде, Құрама Штаттарын 7 күнде кесіп өту әсте мүмкін бе? Машинаның бұзылуы, апат, ауа райының қолайсыздығы, қарлы борандар, мұның бәрі Филиас Фокке кедергі келтірмей тұра ма? Қыстыгүні қайықпен саяхаттағанда дауыл мен тұман кесірін тигізбей ме? Мұхит жолдарындағы ең жүзгіш жүйрік кемелердің өзінің 2-3 күнде бөгелуі жиі кездеседі емес пе? Бір ғана сәтсіздік, бір ғана кешігу бүкіл сапардың жоспарын бұзып, күл-талқанын шығарады. Егер Филиас Фок көлікке бірер сағат қана үлгермесе, онда келесісін күтуге мәжбүр. Одан әрі жолға шығу да мағынасыздық. Мақала дүрбелең тудырды. Күллі газет көшіріп басып, Филиас Фокке деген сенім күрт құлдырады. Біздің джентльмен жолға шыққан күннен ақ оның жобасының ықтимал нәтижесі үлкен-үлкен бәстесулердің тақырыбына айналды. Англияда мұндай ұтысты ұнататындардың кім екені белгілі ғой. Бұл адамдар қарапайым ойыншыларға қарағанда әлде қайда ақылды, сұңғыла келеді. Бәс тігу ағылшын болмысының айнасы. Сондықтан қомақты қаржы тігілген бұл ойынға реформ клуб мүшелері ғана емес, көпшілікте қызыға қатысты. Бәйге аты тәрізді Филиас Фок тазағанды тұлпарлардың тізіміне енді. Ол Лондон қор биржасында бірден бағаланған құндылыққа айналып шыға келді. Филиас Фокты бәрі қолма-қол ақшаға да, несиеге де сатып алды, әрі сатып жатты. Ол ірі-ірі мәмілелердің нысанына айналды. Ол жолға шыққаннан соң 5 күн өткесін корольдіктің географиялық қоғамының жаңалықтарында мақала жарияланысымен Филиас Фокты тықпалайтындар көбейіп, бірден құнсызданды. Әуелде бір адамға шаққанда оған қарсы 5-10 адам ғана бәс тіксе, кейін допырлап 20-50-100-ге жетті. Алайда оның жалғыз да болса шынайы қолдаушысы бар еді. Ол мүгедек, қартаң лорд Олбермейл болатын. Төсекке таңылған құрметті джентльмен, мейлі сапары 10 жылға созылса да, жер шарын айналып шығу үшін бар байлығын беруге дайындығын. Ол Филиас Фок үшін 5000 фунт стерлинг тікті. Маңайындағылар бұл әрекеттің мағынасыздығын, көк тиын пайда әкелмейтінін түсіндіріп бақса да, ол егер мұндай саяхат мүмкін болса, онда оны ағылшын алғашқы боп жасасын деп алған бетінен қайтпады. Осылайша Филиас Фоктың жақтастары күн сайын кемей түсті. Себепсізден себепсіз қарсы бәс тігушілер көбейіп, бір қолдаушыға шаққанда 150-200 адамнан келді. Алайда ол аттанғаннан 7 күн өткесін мүлдем күтпеген бір оқиға өрекпігендердің көңілін су сепкендей басып, бәсті кілт тоқтатты. Сол күні кешкі сағат 9-да Лондон полициясының басшысы телеграф арқылы мынадай хабарлама алды. Суэстен Лондонға, Скотланд Плейс, орталық басқарма полиция директорына. Мен Англия банкын тонап кеткен ұрының ізіне түстім. Ол Филиас Фок. Қамауға алу ордерін Бомбейге, британдық Үндістанға дереу жіберіңіз. Тосын ақпар бірден елді елең еткізді. Банк тонаушы алаяқтың орнын құрметті джентльмен басып, кенеттен ізім ғайым жоғалды. Реформ клубта сақталған фотолары әріптестерінің портреттерімен қоса мұқият зерттелді. Оның белгілері тергеу анықтаған адаммен дәлме-дәл келді. Бәрі де Филиас Фоктың жұмбақ өмірін, оның жалғыздыққа бейімділігін, кенеттен сапарға шыққанын еске алды. Бұл адамның әлемге шарлауды сылтау қылып аяқ астынан бәс тігуі бекер емес. Оның артында ағылшын полициясының агенттерін шатастыру пиғылы жатқандай десті.